Неліктен киіз үй көшпелілердің материалдық мәдениетінің ең жоғарғы үлгісі деп саналады. Бүгінгі күнге дейін киіз үй қазақ халқының негізгі баспанасы, киелі қара шаңырағы болған. Әлемдегі ең тез құралып, тез жиналатын баспана. Әдетте киіз үйді 3-4 адам 1 сағатта құрап, жарты сағатта жығып жинай алады. Киіз үй қазақ халқының көшпелі өміріне ыңғайлы. Көлемі орташа, салмағы 300-400 килограмм тартатын киіз үйді бір түйеге артуға болады. Киіз үй жылдың 4 мезгіліндегі ауа райының қандай жағдайына да қолайлы. Боранға, дауылға, тіпті жер сілкінісіне де төзімді. Қыста жылы, жазда салқын. Киіз үй денсаулыққа пайдалы. Үйдің ішкі сыртқы жабдықтары тек табиғи өнімдерден жасалған. Киіз үй 2-3 қанаттан бастап 12, 18, 30 қанатқа дейін жететін болған. Киіз үй сәулет, құрылыс, қолданбалы өнер сияқты бірнеше өнердің басын құрайтын ғажайып туынды.